Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін міне осындай пирог жасаймыз, ореховый пирог. Ол үшін бізге орех қажет, грецкий орех. Және изюм, курага қосуға болады. Соларды бәрі езіп аламыз. Содан кейін бөлек ыдысқа сары майды аламыз. Жібітілген сары майды аламыз. Үстіне ұн араластырамыз. Ұнмен еземіз сары майды. Осылай езіп қалған ингредиенттерді қосамыз. Жұмыртқа, бір жұмыртқа, разрыхлитель қосамыз, секер. Секердің орнына сахарный пудры қосуға болады. Сосын барлығын араластырып, жұмсақ қамыр жасаймыз пирогқа. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және төменде көрсетілген менің каналыма тіркеліп кетіңіздер.